Мынау менің кешегі еккен әйел бақыты гүлім. Өзін өте жақсы сезініп тұр. Кейбір гүлдер еккеннен кейін осындай жапырақтары салбырап, бойын тіктей алмай тұрады. Бұл міне өздеріңіз көрсеңіздер, жақсы бойын тіктеп, әдемі болып өсіп тұр. Ал мынау еккен кішкентай әйел бақыты. Бұл да өзін жақсы сезініп тұр. Біз өте жеңіл, тамырларына ауа өткізетіндей әдемі борпылдақ топыраққа ектік. Енді бұл әйел бақыты гүлі осы топырақта отыратын болады. Міне көрсеңіздер, көптеген гүлдер ашып, жақсы өсіп тұр. Сіздер де көктемде осылай гүлдеріңізді егіңіздер.